Заман талабына сай жаңа технологияларды пайдалануды барлық адамзат баласы білуі тиіс. Қазіргі таңда мектеп қабырғасында түрлі үйірмелер жүргізіледі. Солардың бірі модельдеу үйірмесі. Модельдеу кезінде ұсақ бөлшектер үнемі кездесіп отырады. Сондықтан модельдеу кезінде қиындықтар да аз болмайды. Осы орайда шешімін 3D қаламның көмегімен шешуге болады. Детям очень нравится. Балаларға қатты ұнайды. Ерекше қалам балаларға мұғаліммен бірге өздері ойлап тапқан макеттерді жасауға мүмкіндік береді. Оқушының кеңістік ойлау қабілетін дамытады. 3D қаламның көмегімен оқушылар мұғаліммен бірге түрлі пішінді фигуралардың проектілерін жазықтықта, кеңістікте жасайды. Тетік бөлшектердің изометриялық көріністерін сызуға үлкен мүмкіндік алады. Бейіндік қабілеттерін дамытады. Болашақ мамандық таңдауда мүмкіндік алады. Так как мы сравнительно молодая школа, Біз басқаларға қарағанда жаңа мектеп болғаннан кейін жаңа өзгерістерді, жаңа технологияларды қолданудан бас тартқан емеспіз. Сондықтан басшылықпен ақылдаса отырып, осы 3D қаламды өзімізге сатып алу туралы шешімге келген болатынбыз. 3D технологиясынан оқушы нақты өз еңбегінің нәтижесін көреді, өзгертуге мүмкіндік алады, өнімді алып, өз жұмысын бағалай алады, талдайды. Мысалы, 3-4 сынып көркем еңбек сабағында тұрмыстағы жөндеу жұмыстары тақырыбы аясында 3D қаламның көмегімен тұрмыста сынған кез келген пластикалық бұйымды қалпына келтіруіне болады. Мне очень нравится заниматься в кружке 3D ручки. Маған 3D қаламмен жұмыс жасауды үйрететін үйірме қатты ұнайды. Біздің мектепте осындай мүмкіндік бар екеніне қуаныштымын. Мен жаңа жылдық шыршаға ойыншық жасадым. 3D қалам әлемдегі адам баласының ойлап тапқан ерекше оқу құралы, тұрмыстық құралдарының бірі десек те артық болмас. Ол бастауыш және жоғарғы сынып оқушылары мен ұстаздар қауымына жан-жақты ойлауына, шығармашылық дамуына, мол мүмкіндіктерге жол ашар құрал деп білуге болады.